Mına Balkaçta bir jigit bolgan, köşenin kılmıs alemindeki öte abroylu jigit bolgan. 98 yılı bizden medresege gelip bir 2 yıl okup ketdi. 2 yıl okup ketkendan keyin men onu biraz vaqt görmedim. Sodan ol jigitni ayelimin qarshilikda ko'rib qoldim. Sonda жаңа жолдаш балдар айтады ғой. Бұл dedi medresege баргандан keyin жаман қапты өзгерді дейді. Бұл сондай bir мықты спортсмен. Köşede muncha adam buған betine келе алмайтын сондай bir айбарлы адам еді. Бұл medresege барып намаз оқып, дінді үйреніп келгеннен кейін сондай bir басқа адамға айналды. Білесіз бе қандай адамға дейді. Мен айтсам жоқ десем, бұл чуму болып қалды дейді. Мен қалай ол чуму деген. Бірі ұрса да үндемей тұра береді. Өзі де бұл. Бұның әйелі бар еді. Әйелі ұрады дейді, ішеді дейді. Көшеде дискотека кетіп қалады дейді. Балдар звондайды, сенің әйелің бір жерде жатыр. Барады, соны көтеріп алып, үйіне алып келіп, жұмылдырып жатырсың. Бұл қиын нәрсе. Bir rет емес, 2 rет емес, 2 жыл. Әйелі ақырында мен сендей еркекпен тұра алмаймын. Саған рахмет. Мен сендей еркекке лайық емеспін. Даже мен жіберсеңіз, мен кетейін. Немесе өзімді өлтірейін. Сонда жаңағы жігіттің айтқан сөзін қарасаңыз. Мен саған лайықпын, сен маған лайықсың. Менің де қанша қиянаттарым болған. Аллах соны көрсетті. Енді екеуміз тауба қылайық. Оған сенің күнәлерің еш нәрсе емес. Кешіреміз десе еш нәрсе емес. Алла екеуміздің күнәмізді кешірсін. Енді мына кейінгі өмірімізде бір-бірімізге сонда бір махаббатты болайық. Әйелі өкініш беріп, сен мені кешіресің бе деген ғой. Сені Алла кешіреді, мені Алла кешіреді. Ей, Алла бәрімізді кешірсін дейді. Міне қазір өте жақсы отбасы болды. Бұл мұсылманның мінезі бұл. Бізде не бір жалған намыстылар бұл. Мен қатынымды көзімен тұрғызып отырғызам дейді. Сен басына орамал орай алмайсың ба? Қойсай сен. Сен өзің отырып тұра берсең, ешкімге әңгіме айтпайды. İslam'da күш көрсету жоқ, бірақ мәміле бар. Көркем мінезділік бар. Қарай. Сол жігітті мен әрдайым дұға қылып тұрамын да, қараңда, болмасам қылмыс әлеміндегі өте мықты абыройлы жігіт, әйеліне сондай қызмет қылған, біледі оның да өзінде күнәсі бар. Bir gün емес, 2 gün емес, 1 ай емес, 2 ай емес, 2 жыл қызмет қылғанда ол ше. Міне исламдағы көркем мінезділік осы болады ағайындар. Мынау Рамазан айы келіп жатқан, Рамазан құтты болсын. İnşallah mine bütün mümkünçilikler birin keyin biri kelip adır. Mine elbasımızın da ruhani жаңғыру da bizde ne bolu gerek? Özümüzü жаңартайық. Eski құсқы нәрсенің бәрін тастайық. Өтірік мәміленің бәрін тастайық. Өтірік тақуаны тастайық. Өтірік тақуа деген нәрсе бар ғой, бұл білімсіздік нәрсе де болса, бұдан сақ болайық. Бұл жақсы нәрсе емес өтірік тақуа. Шынымен тақуамыз ба, шынымен сахабалардай әрекет қылайық. Сахабалар бірі үшін бірі жанын берген. Бірі үшін бірі жанын берген. Бірін бірі ғибат қылмаған. Бірін бірін жақсы көрген. Қарың,